Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті оқырмандар, құрметті қазақ елінің болашағы болған жастар. Иә, бүгінгі интернет желісінде қатты таралып жатқан бір көрініс. Бітіруші түлектеріміздің бүгінгі алған аттестаттарын қоқыс жәшігіне тастауы. Құрметті жастар, иә, бұл сіздер үшін бір қызықты көрініс болуы мүмкін. Астарына қарасаңыздар, бірақ елімізге деген сый құрметтің жоқтығын көрсетесіздер. Құрметті жастар, сіздер үшін бұл жай ғана көк қағаз, бір мұқаба болуы мүмкін. Бұның бетіне қарасаңыздар, Қазақстан Республикасы деп жазылып тұр. Тәуелсіз мемлекет екенімізді көрсетіп тұр. Және де оның астында тәуелсіздігімізді дәлелдейтін елтаңбамыз, нышанымыз тұр. Осы Қазақстан Республикасының рәміздеріне сый құрметтеріңізді көрсетсеңіздер деймін. Біз әрқашанда елім деп жоқса жүрегіміз, ел бізді жоқтайды. Құрметті жастар, біз өзіміздің құндылығымыз, өзіміздің байлығымыз болған тарихымыздан алыстап қалған сияқтымыз. Сол алыстаудың арқасы сый құрметті жоғалтқан сияқты. Кезінде батыр бабаларымыз елдің құрметі үшін, болашақ ұрпақ үшін қан кешкен батыр бабаларымыз сонау туды құлатпауға тырысқан. Соның бірі дарабоз атанған Қабанбай батыр бабамыз. Бар өмірін ел үшін майданда жүрді. Сонда батыр бабамыз ең соңғы өмір сәтінде, өлім төсегінде жатқанда, бауырларымен қоштасып жатқан уақытта артында қалған бауырларына аманат етіп туды тапсырып жатыр. Сондағы айтқан бір сөзі: "О бауырларым, мен ұзаққа бармаймын. Мен өлген соң жауға мені Қабанбай өлді дегізгендер. Туды құлатпаңдар. Бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, мына ұлан ғайыр қазақ даласында қазақ емін еркін өмір сүрсін" деп аманат етіп тастап кетті. Сондағы батыр бабамыздың өзі өтіп бара жатса да, туды құлатпауын аманат етіп жатыр. Ал қазіргі таңда бізше батыр бабамыздың сол бір аманатына қиянат жасап отқан сияқтымыз. Иә, елдің таңбасы болған туымызды, ел таңбамызды жерге тастап жатырмыз, қоқысқа тастап жатырмыз. Құрметті жастар, қандай да бір Қазақстан Республикасының рәміздері жерде жатқан болса, сый құрметтеріңізді көрсетіп, жоғары көтеріп кетуді әдетке айналдырсаңыздар деймін. Бұл біздің құндылығымыз, бұл біздің байлығымыз. Ауыр айтсам ренжімеңіздер, бұл бүгінгі көріністен алған әсерім. Сіз болып, біз болып, еліміздің мәртебесін көтеретін біз жастармыз. Бізге тастап кеткен аманат жерді өзіміздің кейінгілерге біз де аманаттауымыз керек. Аман болайық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Рәміздеріміз әрқашанда биікте көтеріліп тұрсын.